Саламатсыздар. Мен бүгіннен бастап бірнеше сұхбат өткізейін деп едім шәкірттеріммен бірге. Анна ханыммен шәкірттердің сұхбатын енді біразын тыңдайтын боласыздар. Сондықтан қазір мені тыңдап тұрған менің шәкірттерім, курста оқып жүргендер, курсты бітіргендер, институтта оқып жүргендер, психоанализ институтын баяғыда бітіргендер, келем десеңіздер, менімен хабарласыңыздар, уақытын, күнін белгілеп, осындай жұртшылыққа, көпшілікке өзіміздің психологиялық сауаттылығымызды көрсетейік, жұртшылықтың психоанализға деген қызығушылығын көтерейік, психологиялық мәдениетті біздің қоғамда көтерейік бірге. Ал енді бүгін менде қонақта Зарина ханым, енді 4-5 жылдан бері қасымда 24/7 жүрсіз ба? Иә. Зарина ханым бастайық. Ал қандай маған деген сұрақтарыңыз бар екен? Анна ханым, енді бүгін бірнеше сұрақ сізге дайындап келдім. Уақытыңызды бөліп, тікелей эфирге келгеніңізге рахмет. Енді әр маман өзінің жүрген саласын насихаттайды ғой. Өзі жүргендіктен, өзі сенгендіктен, сол сияқты біз психоаналитиктер өзіміз жүрген саланы насихаттаймыз және психоаналитикке баруды ұсынамыз, оқырмандарымызға, тыңдармандарымызға. Сіз қазір дәл психоаналитикке барудың 3 себебін айтып бере аласыз ба? Басқа емес, психоаналитикке барудың 3 себебін, артықшылығын, ерекшелігін. Мен жоқ деген сөзден бастайын деп тұрмын. Бүгінге дейін психолог кім екенін білмесеңіздер, ол не үшін керек екенін білмесеңіздер, онда психоанализ әлеміне әлі жақындамақсыздар, онда психоанализ әлеміне, психоанализ мектебіне жақындамай қойыңыздар деп айтайын. Біздің психоанализ мектебі, психоанализ курсы, психоанализ институты, мүмкін ол бәріңізге көпшілікке белгілі. Музыкамен салыстырайықшы. Мысалы, әрбір қалада, әрбір аудандық орталықта қазір музыкалық мектеп бар. Бірақ көп ата-ана ол жерге балдарын апармайды ғой. Көп балдар да өзі қызығушылық көрсетпейді, қыртына келмейді, музыкалық мектеп бар ма, жоқ па деп. Кейбір балдар керісінше, маған музыка керек, мама мені апар, ана жерде музыкалық мектеп бар екен, музыкалық тағы да бір үйірме бар екен деп тұрады. Сол музыкалық мектеп бітіргеннен кейін біразы консерватория іздейді. Консерваторияда оқып жүріп, оның магистратурасы, оның докторантурасы ары қарай іздейді. Сондықтан қазірше Зарина ханым мүмкін сізге ұнамай қалатын шығар менің жауабым. Бірақ ол өзі іштей дайын адам келу керек. Ішкі түрткі. Қазір мотивация деген сөзді түрткі деп тұрмын. Сонда бір ішкі түрткісі болу керек. Ал келмем деген адамды құлағынан тартсақ та, сөбе шашынан тартсақ та, бәрі оған жақтырмайды, ұнатпай қалады. Ал енді көзі ашық, ішкі жанын сезінетін, ішкі жанына өзі үңілетін адамдар, қош келдіңіздер. Психоанализ әлеміне қош келдіңіздер. Сіз бізге дейін, бізбен танысқанға дейін өзіңізге өзіңіз қызығушылық көрсеттіңіз. Мен қандай адаммын, мен қандай тұлғамын, қай жақтан келдім, неге мінезім осындай болды, қарым-қатынасым неге қазір осындай. Кейбір қарым-қатынасқа көңіліңіз толады, кейбіреуіне толмайды. Сондықтан қарым-қатынасты жөндеймін, өзімді жөндеймін, ішкі бір капитальный ремонт дейсіз ба, косметический ремонт дейсіз ба, содан келемін, барамын десеңіздер, онда келе қойыңыздар. Ал бұның ішінде арт-терапевтер, балалардың психологтары кейде жұмыс істегенде сурет салғызады ғой. Сонда сурет салғанда, мысалы, үйді сал дейді. Не болсам ағашты сал дейді. Сонда сол үй, сол ағаш, ол проекция. Ол адамның өзінің қандай адам екені, қандай тұлға екені соны талап етеді, соны көрсетеді. Сондықтан бізге келсеңіздер, сол өзіңіз қандай екенсіздер. Жеке психоанализға келсеңіз, жеке аналитик бір айна ретінде бүйтіп тұрады сізге. Айнадан өзіңізді көресіз ғой, мына жер қисық екен, ойбай, бантигімді жөндейінші. Мына жер тиме бүйтіп қапты деп, сол айнаға қарап өзіңізді жөндеп аласыз. Ал топқа келсеңіз, топта ол тек бір аналитик, бір айна емес. Ол топта 15 адам отыр ма, 5-6 адам отыр ма, 30-40 адам отыр ма. Сол 99 айнадан өзіңіздің арт жағыңызды да көресіз, мына жағыңызды да көресіз. Сол көпшілік айнада множественное отзеркаливание. Өзіңіздің қарым-қатынасыңызды танисыз. Мысалы, ертең бізде психоанализ орталығында тірідей кездесу болайын деп тұр. Сол жерге барсаңыз, бір қатысушыдан өзіңіздің қараңғағыр енеңізді көріп қаласыз. Бір қатысушыдан әпкеңізді, бір қатысушы сізге ағаңызды, әкеңізді, жұбайыңызды, күйеуіңізді, байыңызды әйтеуір елестетіп тұрады да, сонымен мүмкін қақтығысып та қаласыздар. Болсам керісінше соның қасында отырғыңыз келіп қалады.
міне соны зерттейміз. Психоанализ деген ол анализ, ол талдау. Неге осы орындыққа отырдыңыз? Неге мысалы осы көйлекті бүгін кидіңіз? Неге барғанда, магазинге, дүкенге барғанда дәл осындай көзәйнекті сатып алдыңыз? Неге басқасын сатып алмадыңыз? Неге мысалы сіздің суретіңіз мына қабырғада іліп тұр? Неге оны басқа қабырғаға ілмедіңіз? Сонда сіздің санаңызда, сіздің бейсанаңызда не болып жатыр? Соның бәрін жақсылап үйреніп аласыздар. Әрине оқуға келем десеңіз, мүмкін болашақта маман да болып кетесіз. Бізде 6 айлық оқу болып жатыр. Бүгін кешке өзім тағы да сабағын жүргізем, мүмкін соған келіп көресіздер. Не дегенде психоанализдің теориясын оқығанның өзі ол дәрі-дәрмектің рөлін ойнайды. Мына жақта екен ғой. Мысалы қазір Инстаграмда, ТикТокта көрсеңіз, іштегі балада жылайды екен деген менің бір кішігірім рилсім бар. Соны бұрыннан сіз білдіңіз бе, білмедіңіз бе? Ал енді осы психоанализға келсеңіз, сіз анаңыздың құрсағында жатқанда жағдайыңыз қандай болды екен, кейде соған да жетесіз. Кейде енді сұмдық менің бір жігіт клиентім роддомнан қандай киімде, қандай ауа райында оны алып шықты, соны айтып берген ғой. Оның суреті жоқ, ол кезде сурет жоқ. Сонда ой, астапыралла, сен оны қайдан білесің дейді. Сонда біздің бейсанамыз, енді ол құдірет деп айтсақ болады ғой. Бейсанамызда неше түрлі үлкен бізге таныс емес, бейтаныс мәліметтер жатыр. Бейтаныс өзіміз білмейтін күш-қуаттар жатыр. Оның ішінде жаман нәрсе бар, оның ішінде жақсы нәрсе бар. Сонда бейсанаңызбен таныссаңыз, психоанализ бұл енді негізгі әдіс шығар өзіңіздің бейсанаңызбен танысуға. Неден сол Зигмунд Фройдтың микрореволюциясы осы. Бейсана деген ұғымды философиядан психологияға алып келді. Сондықтан келіңіздер, бізде кездесудің неше түрлі жолдары бар. Менің көмекшілерім бәрін комментарийда бір жерге жазып беретін шығар. Түсіндіре алдым ба сізге, Зарина ханым? Көп рахмет, түсіндіре алдыңыз. Енді мынандай сұрағым бар, және сіз айтып отырсыз ғой, психоанализдің не екенін түсінбейтін адам келмей қойсын деп. Расымен де қазір 21 ғасыр, психология ғасыры деп айтсақ та, бізге мен псих емеспін, сондықтан мен психологқа бармаймын деген адамдар жиі кездеседі. Немесе клиенттеріміз айтып отырады, жұбайымызды, анамызды, туысымызды психологқа жібергіміз келеді, бірақ мен псих емеспін деп айтады. Осы жағдайда сіз психологтың, психоаналитиктің, психиатрдың айырмашылығын айтып бере аласыз ба? Олар түсінетіндей. Сіз, Зарина, біратала біздің қазақтың қауымдастығын мүлдем арт жаққа бір 25 жылға лақтырып жібердіңіз ғой. 20 ма, 25 па, 24 па жыл бұрын, мен Америкаға қашан барып келдім, 22 жыл шығар бұрын. Мен сонда аң-таң қалғаным, мен пәтер жалдап тұрдым ғой, сол хозяйка 70-тен асқан, ол кезде психиатры бар, психотерапевті бар, психологы бар, тек психоаналитикке бармайды, бірақ оның бар екенін біледі. Сонда мен аң-таң қалғам. Мына 70-тен асқан кемпір, ол кезінде мен барғанда енді зейнеткер болды ғой, кезінде ол медсестра болып жұмыс істеген, бары жоғары білімі де жоқ. Ол қай заманның адамы десеңізші, сол біліп тұр төрт нәрсенің. Мен ол кезде ректор болып істеймін, Дарын деген институтта. Сол менің студенттерім жаңа сізге ұқсап, сіздің әңгімеңіз сол кезде айтатын еді, мен псих емеспін, керек емес деп. Біраз әрине келді ғой психология факультетіне сол кездің өзінде. Сөйтіп мен тапсырма бердім сізге ұқсаған менің пиарщик командама. Қане мына ең жақын бұрышқа тұрып алыңыздаршы. Сонда ол бұрыш дегеніміз Мұратбаева Макатаева көшесі. Сол кезде тұрып алды да, ары кеткен, бері кеткен адамдардан осы 4 сөзді айтады да, осының айырмашылығын білесіз ба? Сонда көбі жауап та бермейді. Ойбай, ондай сұрақты мен жауап бермеймін деп, сұрақтың өзінен қорқады. Ал одан кейін енді батылдау адамдар тұрып жауап бергендер, олар білмейді. Бәлігі псих па, оған жындылармен жұмыс істейтін адам. Болды, жындымен жұмыс істейтін адам. Одан кейін мен ашуланып кеттім де, содан кейін қан енді Абай деген кім деп сұраңыздаршы дегенде, енді ол сұмдық қой енді. Содан кейін мен ғана бір тынышталдым енді. Психоанализді білмесең білмей қой. Енді Абай кім дегенде сол кездің өзінде білмеймін енді, қандай надан жастар болды. Абай журналист болып кетті, Абай спортшы болып кетті. Әрине біраз біледі ғой адам кім екенін, бірақ енді айтпаған нәрсе жоқ қой. Абайдың кім екенін білмегенде, онда деп сол кезде мен тынышталғам. Сондықтан мен қазір бірақ қуанып тұрмын. Қазір Абайды білмейтін қазақ жоқ шығар. Бірақ бар ма екен, оны да сұрап көрейікші. Бір күн мүмкін мені тыңдап тұрған менің қазір шәкірттерім сондай бір сторис па, сондай бір анкетама бірдеме жіберіңіздерші. Ең болмаса Абай атаны білетін шығар біздің қазіргі жастар. Ал психологиялық мәдениеттің көтерілгендігі соншалықты қазір бізде
тек психоанализ емес, тек біздің қауымдастық емес, өте көп қауымдастықтар бар. Сол енді сұраныс болмаса тапсырыс болмайды дегендей, сондықтан адамдарға қазір шөлдеп жүрген адамдарға психолог, неше түрлі психолог ол керек. Сондықтан мен ойлаймын, қазіргі жастар психологиямен өте таныс. Бірақ енді жалпы айтып кетсек, психиатр дегеніміз, медициналық психотерапевт дегендеріміз, олар тәні ауыратын адамдармен, психикасы бұзылған адамдармен жұмыс істейді. Ол психиатр мен медициналық психотерапевт ол тәнмен жұмыс істейді. Мысалы дәрі береді, укол салады, инъекция, система, әйтеуір соның барлығын. Ал психолог пен психоаналитик бұл медицинаға ұқсап тұр. Біз кейде психоаналитикалық психотерапевт деп аталамыз. Бірақ біз тәнмен жұмыс істемейміз. Біз баспен жұмыс істейміз, жанмен жұмыс істейміз. Сондықтан біз ешқандай дәрі бермейміз, ешқандай рецепт жазбаймыз. Бірақ енді бір ұсыныстар болса, ол енді барлығы тек ауызша болады. Сондықтан осы шығар. Ал енді психолог пен психоаналитиктің айырмашылығы, психологтар олар көп жылдары жүйелі түрде жұмыс істемейді. Оларда көбінесе консультация. Бір шұғыл жағдай болды ма, бір шұғыл сұрақ пайда болды ма, психологқа барасыздар, психологпен білмеймін енді 5 рет, 4 рет, 1 рет, мүмкін 15 рет жұмыс істейтін шығар. Ары қарай олар соны тоқтатады. Болды, іздендік, мынаны таптық деп. Ал біздер психоаналитиктер ана құдықты қазғандай қаза береміз. Бірақ сіздің өзіңіздің қызығушылығыңыз бар болса, сізге қызық болса, мына жерге дейін келдім, ар жағы да тағы қызық екен. Жоқ, ар жағын тоқтатам десеңіз, әрине өзіңіз тоқтатасыз. Сондықтан психоаналитик бұл емдеуші деп айтақ болады ғой. Психиатр ретінде психоаналитикте емдейді, бірақ бұл сөзбен емдейді. А психиатр ол дәрі-дәрмекпен емдейді. Енді түсінікті болды ма? Иә, қысқадан нұсқа әдемі түсіндіріп бердіңіз, рахмет. Енді мынандай сұрағым бар, мен өзімнің тәжірибеммен бөліскім келеді. Маған келген клиенттердің біраз бөлігі мынандай оймен, мынандай сөзбен келеді. Мен жұбайыммен ажыраса алмаймын, ол рұқсат етпейді, бірақ күнде үйде төбелес, күнде жанжал, мен әбден шаршап кеттім, сондықтан мен жұбайымның қайтыс болуын тілеп жүремін. Әрине мен оны өлтірмеймін, бірақ күнде Құдайдан өмірден өтіп кетсе екен, тым болмаса сондай жағдайда екі жаққа кетсек екен деп тілеп жүрем дейді. Енді біз әрине кеңес айтпаймыз психоаналитик ретінде, бірақ сіз осы қазір оқырмандардың ішінде сондай күйде, сондай ойда жүрген қыз-келіншектер, ер адамдар бар шығар, соларға қандай кеңес айтасыз білікті маман ретінде? Барлығы басынан басталады ғой. Балық басынан шіре ма? Сонда басында не болды? Қазірше мен осы келіншектің жанында болайын, соның жағын алайын деп айтады. Сонда 4 жыл болды ма, 14 жыл болды ма, 26 жыл болды ма? Неге осы жігітті таңдадыңыз? Содан бастау керек. Ол саналы түрде, мен жаңа айтқан 5 саналы түрде сізге дәл осындай жігіт керек болды. Оның себептерін іздеп көру. Сонда мүмкін себептерін іздеген кезде деп шер тарқату ғой, психотерапия шер тарқату. Деп өзіңіз сол инсайт деп айтамыз, соны түсінесіз. Соны түсінсеңіз, онда мүмкін біраз жауапкершілікті өзіңізге алатын шығарсыз. Ол жаппай бірдегені ойбай, өтету, сен апақсың, сенің байың жап-жаман деп мен айта алмаймын. Не дегенде мына жерде екі жақты да жақсылап тыңдау керек. Сондықтан қарым-қатынас салқындай бастады ма, мүмкін сол кезде психологты, психоаналитикті іздеу керек шығар. Кешегі құшақ қайда кетті? Неге біз бүгін құшақтаспай қалдық? Кешегі жылы лебіз, жылы көзқарас қайда кетті? Неге бүгін қас-қабағымыз ашылмай жүр деп? Онда бұл келіншектің психологиялық сауаттылығы, көрдіңіз бе, енді соңғы жылдары пайда болған болып тұр, сізге келген болса. Ал одан кейін, мысалы, мен бір дегеніне осы тезірек шешу үшін, ол маған жылдап келуге мүмкіндік бар ғой, бірақ оған жылдамырақ келші. Онда күйеуі келе ме екен, келмей ме екен? Күйеуі келсе, онда ол жақсы бір белгі. Не дегенде бұл әйелде, ол күйеуі де, қазір енді абьюзер дей ма, нарцист дей ма, неше де жаман сөз айтып отқан шығар. Бірақ екеуі де отбасын сақтап қалуға ниеті бар. Онда екеуіне көмектесуге болады. Ал енді күйеуі үйттемді бүйтемді ешқашан бармай, мен псих емеспін, мен жынды емеспін, өзің бара бар десе, онда өкінішке орай бұл қиын жағдай. Бірақ соның өзінде бүгін ертең етігіңді алды, қашып кетті деп мен айта алмаймын. Жақсылап не дегенде өзін танып біліп алмаса, бағанағы мен айтқан 1 айна болсын, 5 айна болсын, өзін біліп алмаса, бұл әйел ертең-кеш сол қатесін тағы да қайталайды. 5 санасын біліп алмаса, мысалы үйінде әкесі шешесіне қол көтерген, саналы түрде оны жақсы көрмейді.
ондай нәрсе болмау керек. А бірақ бейсаналы түрде өзі күйеуін соған итермелеп келген. Енді анасын көрген, әкесін көрген білесіздер ғой, не істейді. Сондықтан үйіндегі иіс сіңіп қалған ғой. Сондықтан бұған сондай бір садизмі артықшылық, агрессия артық, сондай бір жігіттер ұнаған кезінде, ал енді сол бүштіж болып жатыр. Сондықтан мен айтарым, жауапкершілікті өз мойнына артқан адам ғана бақытты жолға жылдамырақ кете алады. Ал мамам жаман, папам жаман, күйеуім жаман, партия жаман, өкімет жаман, бәрін жамандай берген адамға ешқашан біз жақсылық жасай алмаймыз. Не дегенде ол ешқашан тойымсыз нәпсі ғой, ол ешқашан тоймайды. Ол ақшасын көбейтсең де, күйеуін жуып тазалап жақсы иіспен жіберсең де барлығы жаман, барлығы жаман. Сондықтан бағанағы мен айтқан тағы да мүмкін кейбір әйелдер соққыға көздері көгеріп жүре береді, бірақ іштей олар дайын емес. Көрдіңіз бе, мысалы біз институтқа 5 жасар баланы шақырмаймыз ғой. Бағана сіздің бірінші сұрағыңыз қайтып келейін деп тұрмын деймін. 10 жасар баланы да біз институтқа шақырмаймыз. Не дегенде олар тек ойымен емес, олар ойымен дайын емес. Сондықтан мына мен айтып жатқан әңгімеме көп адам іштей, олар бала кезінде сақталып қалған, сол жерде тоқтап қалған, сондықтан олар іштей дайын емес. Сондықтан олар қаша береді. Ақылды болды бала деп айтайық, 10 жасар бала. 12 жасар өте өткір ойлы деп, бірақ бакалавриатқа ол оқуға әлі дайын емес. Сондықтан мынау келіншекте өзі дайын ба, дайын емес па, соны байқаңыз. Дайын болса, онда қалдыру керек, ары қарай жұмыс істеу керек. Дайын болмаса, онда оның ақшасы бекер кетеді, онда сіздің уақытыңыз бекер кетеді. Ол бәрібір ішпейтін суды ішпейді. Біз қалай айтамыз? Мына су бар, ішесің ба, онда іше ғой. Ішпеймін десе, біз оны зорлай алмаймыз. Психиатрлар олар зорлайды. Дәріні ішесің де, ішесің. Ішпеймін десең де, ішесің де, олар аузын ашып зорлап дәріні құяды. Біз үйте алмаймыз. Сондықтан екінші жағы, бұл әйелге енді сізге келіп соны айтып тұрса, шағымданып тұрса, бәрібір жаны ауырып жүр ғой бұның. Ол өзін өзі кінәлап жүр, ойбай, қандай жаман ойлар деп. Сондықтан жаман ойлар тек сіздің клиентіңізде емес, ол менде де бар, сізде де бар, бүкіл 8 миллиард адамда әркімде бар. Бірақ айырмашылығы ойыңыз ішінде ме? Ішінде сақталып тұру керек. Сырттай бізде мәдениетіміз бар, біз тәртіпті көргенміз, сондықтан сіз бізді жоғалтпай, сыртқы қарым-қатынас, ол сыртқы қарым-қатынас, іштегі ойбай қатып қал, ойбай өліп қал, ойбай құрып қал, оны айтсаңыз айта беріңіз, ол ашудан айтып жатсыз, күшіңіз жетпегендіктен, әлсіздіктен айтып жатсыз, бірақ одан сіздің күйеуіңіз өліп қалмайды. Бұл мысалы айтайық, ол күйеуіңіз өзі өлімге бір табан жақын болса, сонда бейсаналы түрде болсын, саналы түрде бірдеме қиянат болатын шығар. Ал мына сіздің ойыңыздан ешқандай қиямет қайым болмайды. Осы жерде мен тағы айта кетейін, кеше біреу маған жіберді ғой, тағы да бір сілтемені, біздің белгілі бір имам, ананың қарғысы, шешенің қарғысы бірдеме деген тақырып көтеріп жатыр. Осы жаңа сіздің әйеліңіздің айтқан сұрағына ұқсас болып тұр. Анаңыз ашуланғанда, сізге өкпелегенде әрине жаман сөзді айтады. Бірақ ол анаңыздың жаман сөзіңізден сіз аласыз да өліп қаласыз деген нәрсе жоқ. Сіздің қандай алтын анаңыз болсын да, мысалы сіз Құдайға сенсеңіз, ол Құдай емес. Құдайға сенетін адам біледі, өмірді беретін де, өмірді алушы да бұл тек жаратқан, тек Құдай деп айтайық. Тәңірге табынсаңыз, онда Тәңірі. Ал енді табиғатқа табынсаңыз, қазіргі 21 ғасырда өмір сүріп жатсаңыз, онда мынандай әңгіме айтайын. Сіздің организм бұл биокомпьютер. Ойбай, мамам маған сөйтіп айтып еді, адам болмайсың деп, ойбай, мен адам болмаймын деп өзіңіз мына жерде, нейролингва бағдарлауы, өзіңізге мына жерде бағдар беріп қоясыз да, міне сол болады. Сол әңгімеде кеше маған апай осыған комментарий айтыңыз деп жіберген әңгіме, 3 ағамыз, 3-еуімізде де бала жоқ деп айтыр. Сонда олар бүгінге дейін әлі балалық жағдайда, балалық позицияда, мына дүниеден өтіп кеткен шешесін кінәлап тұр ғой, шешем сөйтіп айтып еді, сөйтіп 3-еуіміз баламыз жоқ. Мен біріншіден сондай проблеманы маған келсе, ол 3-еуінде андролог, гинеколог, проктолог, эндокринолог, әйтеуір неше түрлі дәрігер бар, сол дәрігердің бәріне жіберетін едім. Біріншіден не болып жатыр тәніңізде, деніңізде. Ал енді одан кейін ол жерде дұрыс деп келсе, онда белгілі болады. Медицинаны алып тастасақ, онда психология. Жарайды, онда психологиялық себептерін іздейік. Соның бірі сол болады. Ол өзіне өзі, анам сондай қарғыс берген деп, өзіне өзі сондай бұйрық беріп қойды. Көбіне біз өзіміз саналы түрде емес, бейсаналы түрде не қалаймыз, соны жаратамыз. Сондықтан енді іздейміз. Неге сіз бейсаналы түрде
баланы сүйгіңіз келмейді. Мынау әйелді неге алдыңыз? Мүмкін алдын ала белгілі шығар, ол бедеу әйел, ол туа алмайтын әйел. Онда неге оған үйлендіңіз? Онда бұл тағы да мамасына деген идеализация болып кетіп отыр. Менің мамам құдіретті, ойбай, оның әрбір сөзі құдіретті сөз, міне балалы болмайсың деді, сонда мен балалы емеспін деп, мүмкін сондай өзі алдын ала бала туамайтын қызға үйленген шығар. Оны зерттеу керек. Менің мұғалімім Генри Латан айтады ғой, психоанализ бұл тарих ғылымы деп. Сонда біз әрбір жеке адамның тарихын зерттеуіміз керек. Міне тағы да айтып кетейін. Өзіңіз қызықсаңыз, өзіңіздің жеке тарихыңызды танып білем десеңіз, міне енді психоаналитиктің кабинетіне келуіңізге болады. Рахмет, Анна ханым. Мен қазір ойланып отырмын да, психоаналитикке баратын анализанттар, клиенттер қандай мықты адамдар бір жағынан. Өйткені олар өзінің жарық жағымен емес, көлеңкелі жағымен де танысады ғой. Бір 200-ді деп айтып отырған адамы уақыт өте келе өзінде де сондай қасиет бар екенін біледі, уақыт өте келе. Жәнегі мен өлтіргім келеді деген ойын танып айтудың өзі батылдығы, мойындап, және соны зерттеуге келіп отыр. Өте қызық. Мен кеше бір кішкентай топпен жұмыс істедім. Соның ішінде бірең-саран апай, сізден қорқам, менің жарамды қотырды қасыма қойыңыз деп айтты. Онда бұл да ішкі бір қақтығыс болып тұр ғой. Ақша төлеп өзі келді маған, апай үйретіңіз, емдеңіз деп. Екінші жағынан жоқ деп тұр. Сонда сіз ақша төлеп гинекологқа келесіз қабылдауына. Енді гинекологқа келіп тұрып, штаныңызды шешпейсіз. Сондай болып тұр ғой. Жарайды. Өзіңіздің ақшаңыз, өзіңіздің уақытыңыз, өзіңіздің ниетіңіз. Бірақ мен аң-таң қалдым. Сонда не үшін келіп тұрсыз? Емделуге келдіңіз ба? Онда ұят та болса, қорықсаңыз да, шешесінің нәрсені шешпесеңіз, онда сізге қалай укол салады? Жарайды, гинекологқа бармай қойсын, медсестра деп айтайық. Сондықтан бұл да әлі ішкі қарсыластық. Өзі саналы түрде емделемін деп келеді да, бейсаналы түрде атқарайды. Сондықтан міне осы тікелей біздің психоаналитиктің клиенттері. Сондықтан кешегі топтан жақсы клиенттер шығатын шығар. Сол өзінің бейсаналы қарсылығын танып біліп алса, әрине шешілетін нәрсе бәрі шешіліп келеді, алатын уколын алып кетеді. Өте көп рахмет, Анна ханым. Және бір хабарландыру айтқым келген, бүгін психоанализ негіздері курсының аясында келесі вебинарымыз өтеді. Оны сіз жүргізесіз. Бүгінгі тақырып психоанализдегі негізгі ережелер. Бұл сабақ не туралы болады? Қысқаша айтып бере аласыз ба? Бұл сабаққа оқырмандар сіздер кішкене төлем жасап қатыса аласыздар. Сөйлеміңізді сәл өзгертейін дедім. Бүгінгі менің тақырыбым психоанализдегі негізгі ереже. Бір ереже. Сол бір ережені талқылаймыз. Бұл алтын ереже деп айтайық, бірінші ереже деп айтайық, еркін байланыстар ережесі. Правила свободных ассоциаций. Тек осы бір ереже туралы. Сонда көп қызық енді. Ішінде мен біраз жаттығулар жасатамын. Қызық әңгімелер болады, қызық жағдайлар болады. Күліп, арасында бірақ кейбір адамдар жылап та алады. Бірақ осы қағидамен танысасыздар. Әсіресе, әрине мен өзімнің шәкірттерімді шақырамын. Қазірше менің шәкіртім емес, бірақ психологпын, психоанализмен қызықтырады десе, соған келіңіздер. Сондықтан бұл қарапайым адамға да керек нәрсе деп ойлаймын. Мысалы, сіз осы қағиданы біліп алсаңыз, ертең сіздің ана қараңғағыр қайынсіңліңіз не айтып отыр, өзі нені бұлшылдап отыр. Мені үйреткенде біраз тыңдап аласыз, бұның меңзеп тұрғаны мынау екен ғой деп түсініп аласыз. Немесе сіз кішкентай балаңыз, кішкентай қызыңызбен де ортақ тілді тез тауып аласыз. Қызыңыз бірдемені шүлдірлеп айтып жатыр, әңгімесі мынандай саналы деңгейде, бірақ мен кеше сабақта вебинарда болып едім ғой. Сонда айтып еді оның түбін ізде, оның қазығын тап деп. Қазығы мынау екен ғой. Менің қызым жасөспірім болып қапты ғой. Онда бұған ана жігіттер керек болып қапты ғой. Онда көмектесейін, онда әңгімелесейін деп бірдемелерді айтып көп нәрсені табасыз. Бірақ әрине бүгінгі вебинарға келген адамдармен тікелей өздеріңізбен жұмыс жасаймыз. Өзіңізге жаттығу, өзіңіз туралы көп нәрсе біліп аласыздар. Сондықтан тағы да өзіңізді жақсы көрсеңіз, өзіңізді сыйласаңыз, өзіңізге қызығушылық бар болса, онда бүгін Қазақстанның 7 деген уақытымен кездесейік кешке. Айталдым ба? Түсіндіре алдым ба? Жақсы, онда кешке жүздесейік. Оқырмандар, тыңдармандар, сіздерді күтеміз. Кешкі сағат 7-де сабақ басталады. 1,5 сағат бойы теория тыңдайсыздар және Анна ханымның жаттығуларын өтесіздер. Өте қызық болады. Теорияда, практикада болады. Сонда бүгін кешке вебинарға
ертең біздің психоанализ орталығында Алматы қаласында болатын үлкен топтық терапияға шақырамын. Ал жексенбі күні менімен бірге онлайн үлкен топтық терапия болады. Бағанағы мен айтқан неше түрлі айналар, сол айналарға келіп кетіңіздер. Жақсы, сау Ал саламат. Анар ханым, топтық терапия офлайн Алматыда сағат нешеде болады екен? Бағасы қанша айтып жіберсек? Иә. Үлкен топтық терапия Алматыда психоанализ орталығында менің кабинетімде сағат 11-де басталады. Содан 1,5 сағат, одан кейін кофе үзіліс, одан кейін тағы да 1,5 сағат. Сонда толығымен 4 сағат бола ма, 4 академиялық сағат. Соған 10 мың теңге төлейсіздер. Ол кезде Константин мырза келеді топты жүргізуге, Мануэль мырза келеді, Бақытжан мырза болады, Гүлжан ханым болады. Енді біздің курсанттар ол кісілерді танып тұрған шығар. Танымаған адамдар келіңіздер, Қазақстандағы, Алматыдағы беделді, белгілі психоаналитиктермен танысасыздар. Ал жексенбі күні онда Алматыға келе алмаймын, бара алмаймын деген өкініш болмасын. Жексенбі күні тағы да 10 мың төлеп онлайн кездесуге болады. Енді түсіндірдім ба? Иә, Анна ханым, көп рахмет. Мен өзім онлайнға қатысамын. Маған өте қатты ұнайды топтық терапия. Расымен қаншама айналып отырады, өзімізді жан-жақтан әртүрлі қырымыздан көреміз. Бұл керемет мүмкіндік. Онлайн жүргізгендіктен ол шынымен де айна болып тұрады ғой. Қанша 24 адам болса 24 айна, 36 болса 36 айна, шынымен де сондай болып тұрады. Жақсы, көріскенше сау саламат болыңыздар. Көп рахмет.